сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіздер. Жақсы, рахмет. Балалар, көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Жақсы, сабаққа дайынбыз ғой, иә? Ендеше сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыз тәжірибелі сабағы болады. Яғни осы уақытқа дейінгі алған білімдерімізді бүгін тәжірибе деп байқап, сайыс ретінде бүгінгі сабағымызды өткіземіз. Тақырыбымыз балалар жылында балалардың талантын дамытуға бағытталған жобаларды ұсынады. Біздің үйірмеміз бала би шешендік өнер үйірмесі болғандықтан осы бала би сайысын өткіземіз. Ал балалар білеміз, иә, жалпы біздің осы үйірмеміздің жалпы бүгінгі сабағымыздың мақсаты ол ұлттық ұрық арқылы қоғам мүддесін аман сақтап егемен еліміздің болашақ дарынды, мемлекеттік тілде еркін сөйлейтін, аудитория алдында өз ойын озық, еркін жеткізетін ұрпақ тәрбиелеу. Міндетіміз ғана екен. Сіздерді, яғни оқушыларды шешендік өнерге қызығушылықтарыңызды ояту, оқушылардың сөйлеу шеберліктерін арттыру, білімдерін шыңдау, тез шешім қабылдауға үйрету және ел алдында ойын жасқанбай, еркін, мемлекеттік тілде таза сөйлеуге үйрету. Өзектілігі ғана екен. Балалар білеміз, иә, қазіргі таңда өздеріңізбен жасты балалар, қазіргі жастарымыздың көбі батыстың мәдениетіне, салт дәстүріне еліктейді. Иә, балалар, ана тіліміз еркін сөйлей алмайды, өз ойын жеткізе алмайды, өзге тілде сөйлеу қазір сәнге айналып бара жатыр. Сондықтан осы мәселені шешу үшін біздің үйірмеміз жұмыс жасайды және бүгінгі сабағымыздың да негізгі өзектілігі осы болып тұр. Енді балалар, бүгінгі бала би шешендік өнер сайысымыздың сабағымыздың 4 айналымы бар, оны білесіздер, иә? Бірінші қоржын, екінші жыраулар жырлайды, үшінші ұлылар сөзі, төртінші таразы. Жаңа біз өздеріңізбен жеребе тастап, оң қанат және сол қанат оқушыларымызды таңдап қойдық. Бізде оң қанатта аяулым уәзір, Таңшолпан жырау, сол қанатымызда Құмархан аяулым уәзір және Ақбөпе ханым бізде жырау. Жақсы. Енді балалар, жалпы сайысымызды бастайық. Бізде міне оқушылар білесіздер, үйірмеміз осы неше жылдан бері жұмыс атқарып келеді. Индира бүгінгі сабағымызды Әділқазы, өздеріңіздің достарыңыз, сыныптастарыңыз және аяулым бізде тайм-кипер ханым болып есептелінеді. Яғни тайм-кипер ханым бізде не істейді, балалар? Уақытты қарайды. Иә, уақытты қарап, сіздерге бағыт-бағдар беріп отырады екен. Ал ендеше балалар, оң қанатымыздың уәзірі аяулым, сізге берілетін уақыт 5 минут, уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз. Сәлем сөздің атасы. Армысыздар мағжан сүйген от жалынды жастар, құрметті Әділқазы. Мәлек, қарастырылып отырған мәселеміздің мәлегі балалар жылында балалардың талантын дамытуға бағытталған жобаларды ұсыну, көрік қыздыру. Қазіргі таңда жастарымыз шетелге, батыстың мәдениетіне қатты еліктейді. Қоғамдық орында шала тірліктер көп байқаймыз. Бұл қазіргі күннің өзекті мәселесіне айналуда. Сыр сандық. Сыр сандығы ашылсын, ішіне жібек шашылсын демекші, қарардағы кірпік сөздерге назар аударайық. Дилетант, кәсіби, арнайы білімі жоқ, қандай да бір қызмет атқаратын адам. Ұтқыр сөз. Құрметті Әділқазы, менің сөзіме назар салсаңыз. Психологтардың зерттеуінше адамның бойындағы туа бітетін қандай да бір іске деген қабілет негіздері болады. Оны қолданса дарындылығы байқалады, әрі қарай дамып жетілдірсе талант айналады. Дамытпаса қабілет негізі түрінде қалып қояды. Әлеуметтік сауалнамалардың деректері бойынша бүгінде Қазақстан жастарының 58% өз проблемаларын шешуде мемлекеттік тарапынан көмек күтеді екен. Қыз жігіттердің 92,5% қандай да іс бастамас бұрын әлдекімдердің қол ұшын беруін күтеді екен. Демек, қазіргі таңда дилетанттар көпте, ал таланттар бағаланбайды. Олар көлеңкеде қалып қояды. Енді оларды сол көлеңкеден шығудың қандай механизмі бар? Ол үшін не істеу керек? Біздің қазіргі мақсатымыз осы. Әлем бойынша мысалмен дәлелдесем, Морган Фриман, актер, әбден 52 жасқа келгенде ғана талантын көрсетуі.
ол сияқты танымал брендтермен шығып жатқандардың барлығы неге кеш шығады? Неге біз оларды талантын ерте білмейміз? Мәселе неде? Мәселе жас таланттарды дер кезінде тани алмау. Біз дилетанттарды көп бағаламаймыз. Ал шын мәніндегі таланттар бағаланбайды. Мәселе осы жерде. Осыған байланысты сөз мәйегі тобы 2 жоба ұсынады. Бірінші жоба таланттарға арналған бағдарламалардың аясын кеңейту, мысалы шығармашыл адам болса, ол суретте жобаларды көптеп ұйымдастыру керек. Мысалы Димаш Құдайбергенов. Ол елімізде жүріп бағаланбады, ал әлемдік аренаға шығып танымал болғанда ғана байқады. Неге? Өйткені оған үкімет тарапынан қолдау білдірілген жоқ. Екінші жоба қаржыландыру. Себебі кез келген талант өзінің өнеріне, шығармашылығына көп уақыт бөлу керек те, оның материалдық мәселелермен проблемасы болмау керек. Мысалы, менің де актриса болғым келеді, бірақ ақшам жоқ. Мен сондықтан бір жерге барып сатушы болып тұрайын. Сосын ақша табамын, сонымен нан табамын. Кез келген 2 жастың біреуінде осындай таңдау болады. Сондықтан біз бағдарламалардың ауқымын кеңейтсек, материалдық базасын молайтсақ, тағы бір мәселенің шешімі бола алады. Қара сөз. Абайдың 7-ші қара сөзі. Жас бала анадан туғанда 2 түрлі мінезден туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады. Екіншісі жан құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деп тұрады. Дәйек сөз. Не ексең соны ұрасың. Екіншісі әлемдік арена. Дәйек тірегі. Не ексең соны ұрасың. Қандай да жағдай жасасақ, сондай нәтиже аламыз. Себебі жастардың талантын дамыту үшін оны жан-жақты қарастыруымыз керек. Әлемдік арена. Жастардың қазақ елінің атын әлемдік аренаға шығару үшін елдің қандай өнерінің саласы болмасын, шын таланттар болуы керек. Қандай осындай таланттар бізде бар, бірақ көп жағдайда кеш танып жатырмыз. Бірақ біз бәрін болдырмау үшін жас таланттарға мүмкіндік беруіміз керек. Сондықтан бізде дамудың ең үздік жолдарының бірі бұл мәселе бар. Оның шешімі де бар. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, жалынды сөздеріңізге рахмет. Енді сол қанаттың уәзірі Аялым ханым, сізге берілетін уақыт 5 минут. Уақытты қарап отырсаңыз, уақыт басталды, уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз. Сәлем сөздің атасы, сәлеметсіздер ме білімді жастар. Мәйек қарасылып отырған сүйіп сәлем бердім халқымызға. Ежелден сақталған ол салтымызда. Сөз мәйегі тобының сәлемін алып, амандық саулық тілеп жалпыңызға. Өткен өмір бүгіннің еншісі. Ұрпақ судан тағылым алып өседі. 31 жыл болып мінекей тәуелсіздік алғанымызға кешеді. Салт дәстүрін сары мұздай сақтаған, еңселеген ер үмітін ақтаған. Ақадырдай қазақы ауыл ұрпағымыз, шешендік сөздің жілігін шағып жаттаған. Жақсы, рахмет. Үшінші айналым балалар бізде ұлылар сөзі. Ұлылар сөзі айналымында 5 шешендердің сұрақтарынан сұрақ келеді сіздерге. Соны ойланып, кім бірінші қол көтереді, сол жауап беретін болады. Сұрақты оқимын. Бұқар жырау өте қартайған кезінде көңілін сұрамақ болып қаз дауысты Қазыбек би келеді. Төсекте жатқан Бұқар жырау, бірден 10-ға дейін санның мағынасын маған ешкім айтып бере алмап еді. Соның жауабын сен айтшы, Қазыбек дейді. Сонда Қазыбектің берген жауабы қандай? Кім жауап береді? Қол көтереміз бірінші балалар. Бір дегеніңіз бірлігі кеткен ел жаман, екі дегеніңіз егесіп өткен ер жаман, үш дегеніңіз үш бұтақты шідерден шошып. Жақсы балалар, жаңағы Арпөпе ханымның жауап берген жауабы дұрыс, жаңа сәйкестендірдік. Бізге Әділқазымыз Индира ханым оқыды, яғни екеуінің жауабы сәйкес келді. Демек бізде Әділқазы бір ұпайды кімге береміз? Сол қанатқа береді. Енді екінші сұрақты оқиын, балалар. Жәнібек хан жігіт кезінде өзінің бір топ достарымен серуен құрып келе жатса, алдынан бір аққұбаша бала кездесе кетеді. 7-8 шамасындағы әлгі бала жалаң аяқ, үсті басы жұлым-жұлым екен. Бұл елсіз далада неғып жүрген баласың? Сүтін ішіп жүрген жалғыз інгенім бар еді. Содан айырылып қалып, осы даладан іздеп жүрмін. Інгенді тұсап қойсам қайтеді? Тұсап жүруші едім, тұсауы үзіліп кетіпті депті бала. Сұрақ, тұсап жүруші едім, тұсауы үзіліп кетіпті дегенді қалай түсінесіңдер? Осы сөзінен бала не айтқысы келген? Кім жауап береді? Ол қанаттың. Бұл баланың айтқысы келгені, анасынан айырылып
болғанын жетімдігін өзінің Жәнібек ханға астарлап жеткізген болды. Оны Жәнібек ханның шешендігі сонда көрінгеніме, Жәнібек хан оны түсініп, өзінің ауылына алып кетіп, барып жұмылдырып, қалпына келді. Кейіннен мұны жиренше шешен деп атап, өле-өлгенше өзінің қасында алып жүрген деседі. Өте жақсы балалар. Өте толық жауап берді. Жауабыңыз дұрыс. Жақсы, рахмет. Осымен біздің ұлылар сөзі соңғы айналым бізде. Таразы айналымда жалпы ойынға таразылық жасаймыз. Енді ең бірінші бізде оң қанаттың уәзірі аяулым. Сізге берілетін уақыт 7 минут, уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз. Жалпы ойынға таразы жасайсыз. Жалпы осы ойында өзіміздің топта айта кететін, өзіміздің топ жайлы біз барлық тақырыптарды негізінде аша алдық, берілген тапсырманы жақсы орындадық деп ойлаймын. Сол қанатқа байланысты айтарым, сол қанатта Аяулым ханым көбінесе парағына қарап, және де өздерінің сөздерінде ұмыту көп болды, тездетті. Өзінің айту барысында ойын дұрыс жеткізе алмады деп ойлаймын. Келесі айналымдарда жыраулар жырлайды, жыраулар жырлайды да, негізі жауаптар толығымен жақсы, барлығында жақсы болды деп ойлаймын. Барлығында толығымен жауаптар берілді. Жақсы, рахмет. Енді келесі біз сол қанаттың уәзірі Аяулым, Құмархан Аяулым, сізге берілетін уақыт 7 минут, уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз. Жалпы ойынға таразы жасайсыз. Рахмет. Қоржан, бұл оң қанаттың уәзірі Аяулым ханым барлығы 9 құрылымда сақтады, бірақ біз сол қанаттың уәзірі, яғни мен 9 құрылымда сақтай отырып, жобаны және статистиканы айқындап көрсете білдік. Және де уақыт 5 минут болды. Оң қанатта 3 минут уақыт сөйледі, оның 2 минутын тиімді пайдалануға болатын еді. Ал бізде 5 минуттың 3 минуты 3,5 минут сөйледі, ал оның 2,5 минуты уақыт таяғандықтан осы екі тараптың да таразылауы маған ұнады. Жалпы бүгінгі ойын өте тартысты өтті. Енді жалпы шешуші кезең, кім қанша ұпай алды, қай топ басым болды, соны білу үшін Әділқазыға сөз береміз. Индира ханым, сөз кезегі өзіңізде. Жалпы қорытынды айтатын болсақ, Қоржан айналымында біздің оң қанатқа мен 5 ұпай қойдым, ал сол қанатқа 4 ұпай қойдым. Екінші айналым жыраулар жырлайды айналымында мен оң қанатқа 7 балл қойдым, ал сол қанатқа 6 балл қойдым. Үшінші айналым ұлылар сөзінде оң қанатқа мен 4 балл қойдым, ал сол қанатқа 5 балл қойдым. Таразы айналымында мен екі топта жақсы айтты, екі топтың екеуі де олар 1,5 минутта жеткізе алды. Мен сонда да сол қанат басымырақ деп ойлаймын. Жалпы ойынның қорытындысы екі топта жеңді деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Жақсы. Ал енді құрметті оқушылар, сабағымыз өз мәжесіне жетті, және біз Ахмет Байтұрсынұлының сөзімен аяқтағым келіп тұр. Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағандай, тіліміздің де сақталу қамын ойлау керек деп ойлаймыз. Барлықтарыңызға рахмет. Сонымен бүгінгі күннің жеңімпазы Әділқазының шешімі бойынша 2 топ тең түсті. Сондықтан барлықтарыңызға құтты болсын. Назарларыңызға рахмет. Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл күйініш. Халел Досмұхамедұлы. Кімде-кім ана тілін әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмай. Мұхтар Әуезов. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарған ана тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, бар тарихымызды ұмыту. Бауыржан Момышұлы. Аталардың аманатына адал болайық ағайын. Кімде-кім ана тілін әдебиетін сыйламаса, бағаламаса,
оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Мұхтар Әуезов. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарған ана тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, бар тарихымызды ұмыту. Бауыржан Момышұлы. Аталардың аманатына адал болайық ағайын.